әдемі күңкей. Кедей кемпірдің Хоста деген жалғыз ұлы бар болыпты. Ол бірде ешкі бағып, далада бір отар киікті кездестіреді. Олардың ішінде алтын мүйізді ала аландысы ерекше көзге түсті. Екінші және үшінші күні ол оны тағы да көрді. Сонда Хоста анасына: алтын мүйізді қанжығаны 3 рет кездестірдім. Мен оны ұстап алып, ханға апарғым келеді. Ол мені сол үшін марапаттай ма? Анасы Хостаға жауап берді: ұстап алсаң, хан сауап беретін шығар саған. Ертеңінде Хоста ала-құла алтын мүйізді қанжығанын ұстап ханға апарады. Сарайдың жанында бәс уәзір жігітті қарсы алып, маған киікті бер депті. Жоқ деп жауап берді Хоста. Мен оны тек ханға беремін. Хан алтын мүйізді киікті алып, бәс уәзірден сұрайды: жас жігітті қалай марапаттауға болады? Қазір оған ештеңе берудің қажеті жоқ, деп жауап берді бас уәзір. Дүниеде алтын мүйізді бұғыға арналған тірек бар. Оның 2 қанаты бар. Бірі алтындатылған, ал екіншісі күміс жалатылған. Бұғы оның үстіне тұрғанда, ол сарайды безендіреді. Алдымен жас жігіт тіректі әкелсін. Сонда ғана сіз оны марапаттай аласыз. Сонда хан Хостаға: әлемнің бір жерінде алтын мүйізді бұғыға арналған тірек бар. Оның 2 қанаты бар. Бірі алтындатылған, екіншісі күміс жалатылған. Оны тап, мен саған жомарт сыйлық берем сонда. Ал егер таппасаң, басынды алып тастаймын. Сонда Хоста мұнайып кетті. Үйіне қайтып келіп, ханның бұйырғанын анасына жеткізеді. Сонда анасы оны жұбатады: уайымдама балам, мен өзім барып, алтын мүйізді қанжығаның тұрғысын іздеймін. Міне, ана даланың арғы жағына келеді. Ол жайылып жүрген еліктің үйірін көреді. Ал үйірден алыс емес жерде бір кемпір отырып, жердің санылауын тігіп жатыр екен. Анасы қасына отырып, қайда не үшін бара жатқанын жеткізеді. Сонда кемпір тыңдап: сіз өз қайғыңызға көмектесе аласыз. Мысырдан алыс емес жерде бір шебер тұрады. Тек сол жалғыз бұғыларға тірек жасайды. Ұлына 1000 дилла бер, сол қожаға барсын. Анасы үйіне қайтты. Ол ешкілерін сатып, өзі байға жұмысшы етіп алып, 1000 ас көк тапты. Хоста ақшаны алды. Ол Мысырдан алыс емес жерге барып, сол жерде тұратын шеберді іздеп кетті. Оны тауып алып, алтын мүйізді тайғыларға қандай тірек қажет екендігін түсіндірді. Ұстаз уәде берді: мен саған 1000 дилла үшін осындай тірек жасаймын. Хоста ақшаны берді. Шебер тірек жасады, бірақ оның қанаттары қарапайым болды. Хоста үйіне кетеді. Жолда тұрған биік ағашты көреді. Ағаштың астынан 2 терең құдық қазылған екен. Бірінде суы алтын, ал екіншісінде күміс. Хоста бір қанатын алтын суға, екіншісін күміске малып, ханға апарып береді. Хан алтын мүйізді қанжығасын тұғырға қойды. Қаныш жарқырап,
Сарайда бірден көңілді болды. Хан бас уәзірден сұрайды: еңбекқор жасты қалай марапаттауға болады? Ештеңе бермеңіз, деп жауап берді бас уәзір. Ол әлі марапатқа лайық емес. Мен оған тағы бір бұйрық беруім қажет. Алыс елде, жер астында алтын ағаш өседі. Оны тауып, осында әкеліп, сарайдың алдында отырғызсын. Сонда сіз оған сыйлық бере аласыз. Сонда тағы да хан Хустаға бұйрық береді. Жер астында өсетін алтын ағашты тауып, оның менің сарайымның алдында отырғыз. Сонда мен сені марапаттаймын. Хуста алтын ағашты іздеуге кетті. Бірнеше күн серуендеп, жолда бір қартқа жолығады. Қарт сұрайды: қай жақтансың? Қайда бара жатырсың? Оған Хуста бәрін айтып түсіндірді. Сонда қарт айтады: мен саған алтын ағашты қалай алу керектігін үйретемін. Бір тау кезіккенше тура жүр. Оған жақындағанда таудан төмен қарай жүрген қоянды көресің. Оның ізімен жүр. Ол ұяға жүгіреді, ал сен оның соңынан ер. Ұяда екі тесік болады. Қоян солға тығылады, ал сен оңға қарай жүре бер. Сенің алдынан үлкен үңгір ашылады. Онда 40 ұрыны көресің. Олар сені өлтіргісі келеді, бірақ сен оларға: мен кешкі асты әп-сәтте әзірлей аламын дейсің. Қарақшылар сені бақылап, ет пісіргізеді. Етті қазанға салып, қазанды мына темір таяқпен ұрып жібер. Сонда қарт Хустаға темір таяғын беріп, сөзін жалғастырды. Таңертең қарақшылар сені үңгірде жалғыз қалтырады. Қараңғы бұрышта ақ сандықты көресің. Оны аш. Оның ішінде көк сандық бар. Оны да сен ашасың. Сандықта қағазға оралған тұз бар. Онымен қазанда піскен етті тұздайсың. Қарақшылар келгенде оларды тамақтандырасың. Сол кезде олар бірден өледі. Содан кейін үңгірден алтын ағашты ізде. Тапқан кезде дінді қолмен ұста. Аяғынды тамырға қойып, көзінді жұм. Сол кезде алтын ағаш хан сарайының алдында болады. Хуста қариямен қоштасып, өз жолымен кетті. Ол биік тас тауға жақындайды. Ол таудан жүгіріп келе жатқан қоянды көреді. Хуста оның артынан жүгірді. Қоян ұяға жүгірді, ал Хуста оның соңынан ерді. Ұяда ақсақал айтқандай екі тесігі бар екен. Қоян солға, ал біздің Хуста оңға жүгірді. Үлкен үңгірге кіреді. Оның ішінде Хуста 40 қарақшыны көреді. Қарақшылар Хустаны өлтірмек болған. Бірақ ол оларға: мен әп-сәтте кешкі ас әзірлей аламын. Қарақшылар оған етті тез пісіруді бұйырды. Сонымен бірге оның қалай пісіретін өздері бақылай бастады. Хуста етті қазанға салып, темір таяқпен қазанды байқамай соқты. Ет бірден пісіп дайын болды. Қарақшылар таң қалып, Хустаны өлтірмеуге шешім қабылдады. Олар оны аспаз етіп қалтырды. Сөйтіп, Хуста ұзақ уақыт үңгірде өмір сүрді. Бір күні кешкі астан кейін
ұйықтап қалды. Ал түсінде өзіне темір таяқ сыйлаған қарияны көреді. Қарт ағаң саусағын шайқап, «Хоста, сен етке тойып ап, бәрін ұмытып кетіпсің ғой». Хоста қорқып кетті. Оянып, ханның бұйрығын есіне салды. Үңгірден ақ сандық іздей бастады. Оны ең қараңғы бұрыштан тапты. Ашып қараса, ішінде көк сандық жатыр екен. Хоста көк сандықты ашты. Оның түбірінде қағаз бумасы жатады екен. Ол қағазды жайып тастаса, оның ішінде тұз. Хоста сандықты жауып, қазанға тұз құйып, қарақшыларды түскі асқа келуін күтеді. Сөйтіп, олар келіп, дастарханға жайғасып, Хостаға «Бізге ет бер» деді. Хоста еттерін берді. Олар тамақ ішіп, бәрі сол кезде өле қалды. Содан кейін Хоста үңгірдің барлық бұрыштарын тексере бастады. Үңгірдің ең құпия жерінен алтын ағашты тапты. Хоста қолымен дінін қысты да, аяғын тамырға тіреп, көзін жұмды. Қанша уақыт өткенін Хоста байқамапты. Тек көзін ашқанда хан сарайының алдында бақшада екенін өзін көреді. Алтын ағаш күннің алғашқы сәулелерінің астында жарқырап тұр. Хан таңертең оянып, терезеге барып қараса, бақшада алтын ағаш өсіп тұр. Ол қуанып, уәзірлерді шақырып, қайтадан сұрады: «Жас жігітті енді қалай марапаттаймыз?» Ал уәзірлер қызғаныштан қызарып кетті. Олар Хостаны жоюды жоспарлады. Ол қайтып оралмас үшін оны әлемнің ең шетіне жіберуді жоспарлады. Міне, бас уәзір былай деді: «Мырза, жасыңыз көп, бірақ балаңыз жоқ. Алыстағы қанағатта ең нұрлы күн астында күнкей сұлу бикеш тұрады. Ол сізге мұрагер бере алады. Жігітті жіберіңіз, күнкейді әкелсін. Егер ол осы бұйрықты орындаса, онда оны жомартпен марапаттауға болады». Сонымен хан күннің астындағы сұлу күнкейді іздеп келу үшін алыстағы қағанатқа Хостаны жібереді. Хоста сол қағанатқа өз жолымен жөнеледі. Жолда ол Алпамысты кездестіреді. Алпамыс әр алақанында бір таудан ұстап тұр екен. Ол Хостаны көріп, Хостадан сұрайды: «Сен кімсің? Қайда бара жатырсың? Және қай жақтансың?» Хоста бәрін айтып түсіндіреді. Сонда Алпамыс тыңдап: «Ең жарық күн астында өмір сүретін сұлу күнкейді іздесен, мен де сенімен бірге барғым келеді». Сөйтіп олар жолды бірге жалғастырып жүрді. Келе жатып, жерде жатқан бір жігітті кездестіреді. «Сен не істеп жатырсың?» Қызығып, Хоста содан сұрайды: «Күнкей сұлуды іздеген адам келе жатыр ма екен деп тыңдап отырмын. Менің құлағым сондай. Жер бетіндегі және жердің астында әр сыбырын естимін. Олай болса, бізбен жүр. Мен күнкейді іздеп келемін». Енді олар үшеуі бірге ары қарай кетеді. Жолда олар
үлкен бетті алпамысты кездестірді. Оның аузында 2 көл суы бар екен. Хоста сұрайды: «Сен не істеп жатырсың?» Алып жауап береді: «Күн астында жатқан күңкей сұлуды іздеген адамды күтем. Ол келгенде мен онымен бірге барамын. Ондай болса, мен сұлу күңкейді іздеп жүрмін», деді хоста. Енді олар 4 болды. Жолда жылдам жүрген адамды кездестіреді. Ар аяғында бір тастан байланған. Соған қарамастан ол өте жылдам жүгіріп келе жатыпты. «Қайда асығып тұрсың?» деді хоста. Жүгіріші былай деп жауап берді: «Мен ең жарық күннің астында өмір сүретін сұлу күңкейді іздеген адамға қарай жүгіріп келе жатырмын». «Ондай болса, бізбен бірге жүр», деді хоста. «Бұл мен сұлу күңкейді іздеп келе жатырмын». 5 ары қарай жүрді. Оларға жолда қанатты құмырсқаға кездестіріледі. Балапандармен бірге шұңқырдан шыға алмай жүр екен. Хоста оған көмектеседі. Содан оған құмырсқа былай жауап берді: «Сен бізді өлімнен құтқардың. Мен оны ешқашан ұмытпаймын. Басына қиындық түссе, қанатыңды жақ, мен саған қай түсемде көмектесемін». Құмырсқа бір қанатын жұлып алып хостаға береді. Сонымен достар ары қарай жүре береді. Ашық күн астында өмір сүрген сұлу күңкей ханның қызы болған. Ал ол хан жете алмайтын биік таулардың ар жағында тұрған. Оның үлкен қоңыр иті бар екен. Күңкейге біреу бармақ болып, ұрлап әкетпек болса, ит 2 күн жол аралығында жүрген жауды иіскеп, алдынан жүгіріп шығады. Қауіптілер қаншалықты күшті және көп болса да, осы иттен ешкім тірідей құтыла алмапты. Қоңыр ит хостаның жолдастарымен бірге жақындағанын сезеді. Ол оларға қарай жүгірді. Алпауыт жолда шаң бұлтын көреді. Бір тауды көтеріп, зұлыметке лақтырды. Сөйтіп дәу ит өлі тау астында мәңгі қалды. Достар, ары қарай жүріп, ақыры хан сарайына жетеді. Хан күтпеген қонақтарды қабылдап, олардың қайдан келгендерін, иелігіне қалай жеткендерін сұрай бастады. «Біз ең жарық күн астында өмір сүретін сұлу күңкейді іздеп келдік», деді хоста. Хан сұрайды: «Ал жолда қоңыр итті кездестірдіңдер ме?» Сонда хоста: «Иә, бір күшік кездестіріп қалды», деді хоста. «Бірақ досым оған тас лақтырды. Ол соның астында қалып қалды». Қонақтардың ерлік күшіне хан таңғалды. Оларды жақсы қабылдады. Ертеңіне қол астындағыларды жинап, хан жарыстарды ұйымдастырды. «Кім күресте жеңіп алса», деп жариялады хан еліне, менің қызым күңкейді әйелдікке алады.
Сонымен хан өз жағынан мықты дәу өгізді шығарды. Ал Хуста өзінің досы дәу батырға: «Ей, әйтеуір оны жеңсек, күнкей біздікі болады», деді. Сөйтіп алып батыр өгізге жақындап, мүйізінен ұстап, 1 минуттың ішінде жеңіп шықты. Бірақ хан сөзінде тұрмады. Ол халқына тағыды: «Ал енді жарыстар ұйымдастырылады. Кім бірінші келсе, қызым күнкейді жар етіп беремін», деді. Хан қарт сиқыршыны, ал Хуста өзінің жүйрік досын жарысқа шығарды. Олар жарысты бастады. Сиқыршы өзімен бірге 2 құмыра шарап алып, жүгірушіге сусын береді. Ол жарты жолда ұйықтап қалды. Ал сиқыршы кемпір алдыға озып кетті. Сонда Хуста жердегі және жер астындағы кез келген сыбырды еститін досынан сұрайды: «Алда кім жүгіріп келе жатқанын естей қойшы». Сонда досы өз құлағын жерге қойып жауап береді: «Біздің досымызды естей алмаймын. Кемпір жалғыз жүгіріп келе жатыр». Сонда жас жігіт темір таяқпен жерге ұрады. Дауыс жүгірушіге жетіп, оны оятты. Қараса, кемпір жоқ. Жүгіруші жылдам жүгірді. Қарсыласына шабуыл жасап, оның бетіне 1 ауыз құм лақтырды. Кемпір айғайлап, көзін қысып, жерде отырып қалды. Ал Хустаның жүйрік жүгіруші досы бірінші болып жүгіріп келді. Тағы да хан өз сөзінде тұрмады. Ол қызын жасырып, күнкейді кім тапса, сол күйеу болады. Хустаның досы тағы да құлағын көтеріп тыңдай бастады. Ол жер асты сарайында сұлудың қалай кесте тігетінін естіді. Сөйтіп, инені жерге тастап, иненің құлаған қағысы сезімтал батырдың құлағына жетеді. «Жүр, оған ине табуға көмектесейік», деді Хустаның досы. Достар жер асты сарайына барды. Хан өз ісінің адасқанын көріп, темір сарайға қонақтарды шақырады. Мұнда жақсы тамақтандырып, Хустаны достармен бірге төсекке жатқызды. Ал қонақтар ұйықтап қалғанда, хан сарайының айналасына үлкен от жағуды бұйырады. Демек, хан батырларды өртемекші болды. Достар түнде оянды. Олар үйдің өртеніп жатқанын көреді. Олар не істерін білмей абдырап кетті. Бірақ сол кезде әр бетінің артында суы бар батыр көтерілді. Ол өртті тез сөндірді. Осыдан кейін достар ұйқыны ары тыныш жалғастырды. Ал хан қонақтары әлде қашан өртеніп кеткен деп ойлап қуанды. Таңертең хан терезесіне қараса, Хуста достарымен темір сарайдан сабырмен шығып жатып келе жатыпты. Соның өзінде хан қызын бергісі келмеді. Ол жаңа қулық ойлап тапты. Өз қағанатына 40 аруды жинап, бірдей киіндіріп, барлығын қатарластырылып, бір орындыққа отырғызды.
Қызым Күнкейді 40 сұлудың ішінен таныған күйеуі болады деп жар салды хан. Хоста арулардың жанынан бір өтіп, екіншісіне өтіп, қайсысы Күнкей екенін біле алмады. Құмырсқаның қанаты есіне түсіп, оны өртеп жіберді. Құмырсқа дәл сол кезде Күнкейдің аяғына жоғарылап келіп тоқтады. Осылайша Хоста шуақты сұлуды таныды. Ханның шаруасы сонымен аяқталды. Қызын Хостаға беруге тура келді. Достары аруды өзімен бірге алып, қайтар жолға шықты. Жолда бірнеше күн өткеннен кейін жүйрік жүгіруші бірінші болып артта қалды. Олар үлкен көлге жеткенде, әр бетінің артында бір көл ұстаған батыр да артта қалды. Содан кейін жер астында сыбырды тыңдай білген батыр да артта қалды. Олар алып тауға жақындағанда, екі қолында үлкен тау ұстаған алып батыр да аяғында артта қалды. Сөйтіп, Хоста мен сұлу Күнкей жалғыз қалды. Хоста қызды қайда, кім үшін алып бара жатқанын түсіндіреді. Күнкей тыңдап, ойланып қалды. Хостаның ерліктерін біліп, оған ғашық болуға үлгеріпті. Бірнеше күннен кейін ару жігіттен сұрайды. Хан иелігіне жетудің қанша жолы қалды? 2 күн, деді Хоста. Олай болса, ханға айт, менің алдынан шығып, бас уәзірді ертіп алсын. Сен де менімен кездесесің, бірақ бәрінен кейін жүр. Хоста барып, Күнкейдің сөзін ханға жеткізеді. Хан өзімен бірге бас уәзірді ертіп, қуанып сұлудың алдынан шықты. Ал Күнкей ақылды қыз екен, көп сырды меңгерген. Хан жақындаған бойда Күнкей оны қасқырға, ал бас уәзірді түлкіге айландырады. Сонда қасқыр түлкіні қуып кетеді. Ал жас қыз жігіттің қолынан ұстап, хан сарайына барады. Халық Хостаны хан етіп жариялайды. Одан кейін Хоста Күнкей сұлуға үйленіп, үлкен той жасады.